бұл табиғи бөлімнің ең мына бізге берілетін табиғаттан беріледі. Ол деген бұлттың қоспасы ешқандай жүйелер бұл тек қана табиғи жердің астынан шыққан сахара. Осы бөлім мені жаңағы өзімнің бес ауылымның жақсы болуына осы бөлім істейді. Сіздің қандай ауруыңыз болсын, бұл ауруды таңдамайсыз. Менде поляк. Мен 42 жыл гармон ішкен адам. Мен тізелерім сықырлайды. Түн ішінде ауырсынатынмын, түнімен ұйықтамайтынмын. Давление қосылды бізге. Осы барлығы қосылып деген кезде менен орнынан тұрудан да қалып қалдым ғой, шынын айтсам. Қасықты ұстай алмай, қасық қолдан түсіп кететін кезім болды. Мына ыдысты бүйтіп іше алмайтын кезімде болған. Осыдан мен жақсы болдым. Өйткені әркім адам өзінің несін нету керек, ішу керек. Отзывты кейін айтасыз. Жоқ, мына сіз сұрап отыр ғой, Сұрақтар бар. осындай біздің бөлім. Көрдіңіздер ме? Рахмет. Самый главный бұлар табиғи өнімдер, табиғи өнімдер, соны ескеріңіздер. Енді келесі остеол деген біздің өніміміз бар. Сүтті өнім. Жоқ, очередьпен ғой. Слайды айтып кетейік. Слайды айтып кетейік. Биогуминді Айжархан. Қош ұрпақта қойын. Мырзалар, қош келдіңіздер. Мен есімім Айжан ханым. Енді жаңа компания жайлы айтып кетті. Енді одан кейін Макспен туралы кетті. Енді қараңыздар, компанияның историясы сосын басталды негізі. Біздің 22 жылдан бастап сол фульвакуминді бәріміз бірінші танысып, бәріміз қолдандық. Нәтиже болды. Енді содан кейін Жұмабек Рамазанович, одан кейін Макс келді. Оның бәрі Жұмабек Рамазановичтың тапсырысымен жасалған дүние. Енді қараңыз, келесі жаңа өнім тек қана рич-факторға арналған ол биогумин. Биогумин деген бәріңіз көрген шығарсыздар. Ол мынандай стеклянный флаконда бізде жоқ па? Сөйлейді. Хорошо. Міне мынандай стеклянныймен, пипетпенен. То есть биогумин деген не? Бұл былай айтқан кезде жаңа фульвакуминнің вытяжкасы, концентрациясы. Не үшін керек? Неге Макс вроде бы бар, фульвакумин бар, бірақ биогумин шығармады. Мына биогуминнің бұл концентрациясы қай кезде керек бізге? Ең бірінші биогуминнің составында бізде фульвакуминовые кислоты. Кислоты деген концентрат. Оның жұмысы ең бірінші жұмыс жасайтыны бұл мембрана клетки дейді ғой, біздің клеткамызда жасушаларға тікелей жұмыс жасайды. Адам егерде жаңағы былай айтады, адам егерде көп өмір сүргісі келсе, жаңағы активная долгая жизнь дейді ғой, ол үшін бірінші себеп ол митохондрия екен. Митохондрияда клеткамызда энергия болмаса, ешқандай адамның жаңағы ғұмыры ұзармайды екен. Егерде энергия жоқ болса, қандай өмір сүреміз, иә? То есть ресурс, сондықтан ең бірінші бұл клеткамыздың, жасушамыздың энергиясын көтеру. Екіншіден, бұл сильнейший антиоксидант. Антиоксидант деген қалай түсінеміз? Ол атипичный клеткалар бар, бәріміз білеміз, иә? Онкораковые клетки. Ең бірінші, вообще неде қараған кезде, исследованияларды қарасақ, бірінші именно кто работает против онкологических атипичных клеток, это фульвовые кислоты. Понимаете, да? Почему бізде қазірде онкологияда өте көп нәтиже? Сондықтан бірінші айтып кететін ол энергия клетки, екінші ол именно через фульвовая кислота вообще ол заряжена электронами. Айтады да, сенсационное количество бір молекуласында 14 тетратриллион свободный электрон бар. Жаңағы дәлел. Ол қалай? Атипичная клетка деген, ол раковая клетка, она бывает без одной пары электрона. Ол не істейді? Ол тек қана өзі раковая клетка ғана болып отырмайды, ол не істейді? Жанындағы бүкіл клеткаларды тұта бастайды. Потому что ода электрон жоқ та, минусовый. Ол анадан тартып алғысы келеді, мынадан тартып алғысы, сөйтіп құрта бастайды да метастазы появляется.
Ал фолиевая кислота не істейді? Онда 14 тетралон бір молекулада. Не істейді? Бір электронды барады да, анау атипичный клеткаға жабыстырып қойып жібереді. Сонда ол қандай нейтральный клетка болады да, болды. Сөйтіп соның арқасында бізде қазір онкологиядан өте көп нәтижелер бар. Түсінікті ғой, иә? Тағы бір күшті несі бар да, бұның әсері гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты клеткаға кіргеннен кейін ол не істейді? Связывает вирусы, бактерии. У него такое связывающее направление. Почему, мысалы, кеше айтып жатырмызда, негізі, почему протокол создан да бізде? Потому что комплексно, системно жұмыс жасау керек. Кеше біз үлкен не болды да мына жерде. Сол кезде, мысалы, шатасып жүр ойымды. Мынандай нәрсе да, почему один продукт не работает? Потому что именно фолиевая кислота не істейді. Ойымды бұшын бұл айтамын. Жоқ, мен просто сравнение айтып жатырмын да, чтобы понять қарапайым тілде. Потому что сразу не істейді. Жаңа клетканы тазалады ғой, сразу же питание әкеледі. Клетканың ішіне именно фолиево-гуминовые кислоты. То есть фолиевая кислота келеді да, гуминовые кислоты связывать етіп мусордан таса, ал фолиевая кислота жаман клеткаларды нейтральный клеткаға ауыстырса, плюс еще олар не істейді, питание клеткаға келеді. То есть мембранаға өткізіп, сіздің бүкіл жеген, ішкеніңізді, витамин, минерал, макромикроэлементтеріңізді алады да, связывать етіп клетканың ішіне кіргізеді. Ең мықты биогуминнің әсерлері осы. Сол биогумин деген өте керемет өнім. Детокс клетки, энергия клетки, работа против атипичных клеток и прямое назначение при болезни печени. Сол коротко. Әр өнім ағзаның әрбір жүйесіне жұмыс істейтінін түсініңіздер, иә? Әрбір өнім уникальный. Енді қазір келесі өніміміз біздің речь баобаб деген. Зейнеш ханым, қол шапалақ қойыңыздар. Саламатсыздар ма? Менің есімім Зейнеш. Погромче можно? Я вас записываю. Баобаб деген өнімді көбісі естідіңіз, иә? Потому что баобаб деген ағаш Африкада өседі. Ол 4-6 мың жыл тұрады. Подумайте, сколько лет живет. И он несі тамыр жердің астына 500 метр кетеді. Сонда жердің 4 күнін алып, осы дәнін әкеп, осы дәнін осында әкелеміз. Енді бізде самый главный біздің Қазақстанда қандай өнім? Бидай, иә? Бидайдан түгел жасалады. В основном ол неге Африкада бидай жоқ. Олар осыны читтеді. Ұн да істейді, томат та істейді, осының жапырағы да, тамыры да түгел неге кетеді. Үйде, да? Екіншіден, бұған не қосты енді Жұмабек Нашанов? Бұған зародыши пшеницы. Бидайдың не просто, а именно түгілі, соны ғана алады. Он қалай жұмыс істейді? Это работает как эмбриональные стволовые клетки. Енді қазір естіп жүрсіз, все люди бегают за эмбриональными клетками. Это омоложение, оздоровление. И камжат деген үшінші өнім бар. Енді бұның ішінде немене? 4 вида клетчатки. Здесь 120 микро-макроэлементы. Омега-3, омега-6, омега-9 нашли. 18 аминокислоты. И витамин А, витамин В1, витамин С. Бұл өнімнің ішінде. Сонда таңертең ішкенде сізде получается суточную дозу, все, что вам нужно, сіз осыны получаете. Это можно сказать наш завтрак тоже. Енді кімге кішкентай туған бала бізде даже 2 айлық баладан бастайды, хотя мына жерде 18 жастан деп неге жасады, потому что шетелге шығару үшін для сертификата нужно. А вообще бізде 2-4 айдан уже баладан келе бастайды. Менде даже келіншек бар, ол баласы туғаннан как детское питание берді. Соның қосып, детское питание, как бала орнықты, вообще классно себя чувствует. Беременным женщинам надо. Неге біз, когда идем становиться на учет, бізге не дейді. Она уж, да, там в аптеку выписывает, и все это синтетическое. Наши годы бар, что нужно беременным женщинам. Балаларға неге, потому что мы жақсы істейді. Он ребенок спокойный, не надо. И самое главное, он свойства ең бірінші антипаразитарные. Мы сейчас все кишим паразитами.
Екінші восстановление ЖКТ. ЖКТ, если восстановится, у нас будет как иммунитет России. Все зависит от ЖКТ в нашей республике. Поэтому вот этот продукт, который, можно сказать, это продукт века. Это продукт для каждого человека. Это наш утренний кофе, давай говорим. Рахмет. Түсінікті болып отыр ма? Иә, одан артық болады қазір. Мына өнімдер негізі 6 айлық баладан бастап беріледі. Жас ерекшелігі шектеу жоқ бұл жерде. Енді келесі өнімдеріміз бар. Гепа, рич нефра деген. Кенже Гүл ханым. Шақырамыз. Рич нефра өнімдері шөптерден жасалады. Ол рич гепа деген гепатопродукт болып табылады. Оның ішіндегі шөптері артишок, сосын силимарин шөптері бар. Бұл артишок деген жаңағы нені өттің бауырдың жаңағы жасушаларын қорғайды. Одан кейін жаңағы өттің жаңағы өт жолының жүруіне көмектеседі. Біріншіден бұлар шөптер бауырды тазалайды, екіншіден жаңағы жасушалардың жұмыс істеуіне көмектеседі. Сосын жаңағы бауырды май басады, осы кезде сол майды басуын азайтады. Және жаңағы өт жолдарымен май жаңағы өт жолдарын жаңағы не жақсартады. Бұл рич гепаның бізде аптекадағы жаңа дәрілер бар, бұл жаңағы Урсатекс, Эссенциале, жаңағы Гептрал деген дәрілер бар. Сол дәрілердің бәрін жаңағы заменять етеді, соның ішіндегі шөптер. Ал рич нефраның ішіндегі бұл біздің жаңағы қуық жолдарын жаңағы бүйректің жұмыс жасауын бәрін қалпына келтіреді. Бұл рич нефраның ішінде шөптер жаңағы расторопша бар, бұның ішінде силимарин бар, сосын жаңағы бұл шөптердің бәрі жаңағы бауыр бүйректің жұмысын атқарады. Жаңағы біздегі жаңағы цистит, пилонефрит деген нелер бар ғой, жаңағы бүйректің аурулары, солардың бәрін қалпына келтіреді. Бүйректегі жаңағы нелердің ісіктерді азайтады. Сосын бір жағынан жаңағы мочегонный несін не қылады, ісіктерді қайтарады, жаңағы бүйрекпен жаңағы не дейді ғой, жаңағы бүйректің жұмыстарын бәрін жақсартады. Рахмет. Ең маңыздысы бұл өнімдер химикат емес, синтетика емес, бұл табиғи өнім. Келесі остеолмен Кенжеш ханым. Остеолмен Мейрамгүл ханым. Тағы қош келдіңіздер дейік. Енді мынау өнім остеол жаңа айтты ғой, бау сіздерге антипаразиттар керекші. Біздің негізгі өнімдер бір-біріне взаимосвязаны. Фульва өнім жаңағы бәрінтері, егер каждый клеткада межклеточный пространстводан паразиттар шығаратын болса, мынау соны катализатор. Диатомные водоросли, органикада бұл барлығын өзіне минусовой заряд емес, бұл барлығын өзіне жаңағы закисленный организмді қышқылданып тұрғанда, бұл өзіне вытягивать етіп алып, ағзадан выводить етеді. Сол кезде енді запор болады, разные ситуация, почему біз жаңағы диагноздарды оны адамдарды жүргізіп отырамыз ғой. Сол кезде каждый органның бұл pH-ын выравнивает. Бұл самый незаменимый вещь бізде адамдар бар, қазіргі таңда сүйектерін ауыстырамыз деп жүрген. Сүйекке суставы, замена суставов. Сол кісілерге айтар едік, асықпаңыздар деп. Қазір бізде 35 жастан кейін бәрінде артрит, артроз деген даже кішкентай балаларда да недостаток. Бұның құрамында самый важный здесь остеолдың құрамында идет кремний. Без кремния, оказывается, не усваивается адам ағзасында более 70-ге жуық макро-микроэлемент. А біз состоим из химического элемента. Естественно, бізде уже бір элемент кремнийдің жетіспеушілігі біздің көптеген ағзамызға не усвоение береді.
Бұның құрамында жаңағы тізесі барларға деп тұрған астебол, бұл хондроитин глюкозамин, именно для суставов. Чтобы она правильно еще усваивалась, здесь идет витамин К2. К2, С витамин, Д витамин қазіргі таңда көпшілікте жетпей жүрген. Сосын кейін МСМ. МСМді мен өзімді көрдім, адамдар ішіп бастаған кезде, олар жаңағы обезболивающий мысалы бір жерін точканы алып тұрса, допустим, грыжа дейді, ол опоясывающий боль болады ғой. Ана именно МСМ ол жаңағы бүкіл ауруын бір жерге точкаға келеді да, сол кезде адам понимает, где у него точка болит да, прям соған дейін прям жұмыс жасайды. Сосын кремний деген бұл катализатор. Кремнийдің адам ағзасында жетіспеулігі бұл біздің шашымыздан, тырнағымыздан, цвет кожи лица содан білеткен да. Сразу это то, что идет недостаток кремния в организме. Одан кейін біз в основном тек қана кальций ғана білеміз. Кальций это идет сама кость, сүйегіңіз, а кремний мынау терімен именно ылғалдатып ұстап тұрады. Енді айтады ғой үлкен кісілер мысалы жас жеткенде құлап қалып жабасын сындырып алды деп естіп жатамыз, иә? Вот сондайға мына именно бұл соларға именно важно. Поэтому не то, что оларға каждый адамға бұның маңыздылығы. Сосын бұл идет жаңағы растяжка жасап алған спортсмендер. Соларға именно для восстановления хрящи, связкаларға именно өте маңызды. Одан кейін кім? Жаңағы то, что имеет антипаразитарная программа, сосын қасы адамның ағзасында кремний нормада 4-7 болу керек. Оказывается, уже оның нормасы уже 1-4, 1-3 түскен кезде, это ол уже оказывается бізде көптеген ауруларға алып келетін жаңағы. Сахарный диабет болсын, жаңағы жировой гепатоз деген сондай заттарға алып келетін. А кремний, когда уже 1-2-ге түскен кезде уже норма, ол уже жаман алып алып келетін. Сондықтан это важный, нужный элемент. Біз мысалы кремнийді сыгначный мерная ложка бар, өшкенсе, как он аморфное состояние, то сам беспайс, то есть он легко усвоение. Продукциялар тазалап отырып, сынып отырады, уже оказывается айтып өтеді ғой. И үш пастебол нужный и важный продукт. Вообще бұл после кислорода второй на месте. Бізге ауа қалай қажет, мынау да сол сияқты үлкен макро-микроэлементтер усвоениеге өте маңызды. Сосын эластичность сосудов. Кальций біздің ағзамызда көп болған кезде бүкіл жерімізде қан тамырлар бар ғой, бұл жақта тоже если правильно расставлять. Соған қан тамырлар кальций көп болған кезде ол кальцинация, то есть қатайып кетеді екен. А бұл именно эластичность жасайды екен. Сондықтан осындай уникальный продукт. Иә, жаңа қан тазарды, жасушамыз тазаланды, қайтадан өзіне қойып алып, енді қайтадан жұмыс істеуіне ықпал береміз. Келесі соңғы өніміміз бар, эларгинин деген. Қабдал Хаким мырза. Эларгин дегеніміз бұл аминокислот. Бұны американдық физиологтар осы аминокислотты ашқан үшін Нобель премиясын алды. Эларгинин жаңадан туған балада 5 жасқа шейін бойынан бөліп шықпайды екен. Одан кейін 30 жастан кейін тағы бөліп шықпайды. Тек қана осындайда пайдаланса, иншалла. Бұның жұмысын айтып кетейін, иншалла. Бұның жұмысы біздің қан тамырларының келіп соғып тұруына, жұмсақ болып тұруына осы үлкен әсер етеді. Қан тамырдың ішінде бітеліп қалған жерлер бар ғой, соны бітелген жерлерді ыдыратып, қан жүруіне үлкен әсер етеді. Оны көп пайдаланған адамдар инфаркт, инсульт деген аурудан құтылады. Қан тамырларын, басқа баратын нелердің бәрін қан тамырларын сондай дұрыс жұмыс істеуіне үлкен әсер ететін өнім осы өнім. Бұл спортсмендер іште болады, спортсмендер тренировкадан шаршайды ғой, соны күш қуат беріп, энергия береді. Одан кейін бала көрмей жүрген ерлі-зайыптылар бар ғой, соларға керемет жақсы көмектеседі. Адамның бұрығы бар ғой, соны нығайтады, күшейтеді. Оның ерлі-зайыптылар егер бала сүймей жүргендер болса, ерлі-зайыптылар екеуі де шығу керек. Сол кезде бізде уже ондай нелер бар, осы пайдаланып, бала көріп, бала сүйіп жатқан 7 жыл, 8 жыл баласыз болып жүрген адамдар, бала көріп жатқан адамдар бар. Бұл сондай күш жұмыс істейді. Енді өздеріңізді естідіңіздер, және 5 жасқа дейін адам кішкентай баланың бойынан шықпайды, ол 30 жастан кейін тағы баланың бойынан шықпайды. Тек қана осындай. Бұл
сұйық та болады, порошок та болады. Жұмабек Рамазан бүгін капсулға салып қойды. Рахмет. Рахмет, Тоқайкүл мырза. Міне көріп жатсыздар, мына 8 өнім айтып өтті. Енді бұларды бір-бірлеп шешуге болады, бірақ протоколмен ішсек вообще күшті болады, нәтиже мықты болады да. Енді протокол 1, протокол 2 деп Жұмабек Рамазанович назначение береді. Протокол 2 более осложненный, более мынандай аурулар болады ғой, онкология дейміз, цирроз дейміз, сол кісілерге беріледі да. Протокол 1 только начинающий, для профилактики да ішуге болады, протокол 1-ді беріледі. Бұл жаңа түсіндіңіздер, комплексно жұмыс істеген кезде ең бірінші клеткаға кіреді проникает, клетканы тазалайды, моментально клетканы қоректендіреді и қайтадан жұмысын реттейді. Түсіндіңіздер ғой, и жаңа қалған 5 өнім алады да барлық дәрумендерін клеткаға қарай енгізеді. Неге бізде нәтижелер көп? Сондықтан бұл комплексно жұмыс істеген кезде мықты нәтиже алуға болады. Енді қараңыздар, осы жерде протокол 1-ді де 2-ні де ішкен адамдар отыр, нәтиже алған адамдар ортақ шақырым. Қысқа. Асықпай кестесін. Себебі мен енді өзім ауруды білемін, 2 жыл гормон ішкен адам, ұйқысыздық, менде мазасыздық, тілмен тұрамайсың, ол сырқырайды, құрысып адамына несіне етеді тұра алмайды, орнынан әрімдасың. Адам өзіне жаңағы сондай бір ауруда демалған кезде адам күйзеліске түсіп кетеді, стресске түсіп кетеді. Бұл аурудан диагноздың аты симптомын ғана басып қояды бізде. Бізде оны жаңағы жазылады деп айтпайды. Сізде бұл аурудың жаңа жазылатын несі жоқ дейді. Сондықтан да мен енді осы өнімді былтыр май айынан бастап іштім, результат алдым. 6 ай жаңағы немен іштім, ударный дозамен іштім. Жаңағы фульвоменді қасықтап жедім. Қасықтап жедім мен. Бір қасық емес, мен 3 қасықтап жедім. 3 уақыт, 4 уақыттан жедім, бірақ менен нәтиже болды. Ал енді обострение болады. Менде страшно обострение болды. Мына қол деген ісіп, жотама дейін кетті. Мына көлкілдеп кетті бүйтіп. Температура деген ұрды. Білесіздер ғой, температура ұрады, мынаның бәрінде температура ұрады. Міне осыдан мен жазылдым. Ал енді айтатын қандай да сіздерде осындай буыннан ауырған, атроз, атрит, остеохондроз, полиатра, атрит аурулары болса, міне осындай нелерді айтыңыздар. Полиатритпен ауырған, 42 жыл гормонда отырған кісі, нақты қанша ай іштіңіз? Мен енді әлі ішіп жатырмын. Әлі ішіп жатырмын. 1 жылға уақыт кеп қалды, мен майдан бастаған. Мен уже 1 жылға уақыт әлі ішіп жатырмын. Өйткені бұл денеден шығу оңай емес. Түсіндіңіздер ме? Ал гормонды мен 1,5 айда тоқтатып тастадым. Негізінде бізде айтады, гормонда жаңа өздеріңіз ішіп жүрген дәрілеріңізді ақырын іше беріңіздер дейді бізде Жұмабек Рамазанұлы. Өйткені ол мысалы мына өзінің нелерін әбден неған кезде ол ана дәрі өзінен өзі кетіп қалады екен. Ішуге де уже ол неғылмай қаласыз. Желание жоқ болып қалады. Рахмет сізге. Ой, ұстап тұрайын ба қолымды? Сәлеметсіздер ма? Мен бұл компанияға денсаулық үшін келгем. Менде басқа жаңағы өзімде толып жатқан ауру болды. Оны енді нормальный деп қабылдағам ғой. Давление болды менде, панкреатит, ұйқы без, өт толған деген сияқты, бүйректе құм бар деген сияқты сондай нелер диагноздар болды. Бірақ мен оның бәрі, елдің бәрінде сондай ғой деп жүре бергем. Өзімде қатты мазалаған, менде теріде мәселе болды. Теріде бөрткен нәрселер шықты менде. Содан қалай құтылам деп жүрген кезінде жаңа система алу керек, қанды тазалау керек деп нетті. Бірақ соны жасайын десем, жаңа өтті жуу керек деген сияқты жасайын десем, менде давление көтеріліп кетеді. Система салуға болмайды екен ол кезде. Қытай медицинасына да бардым. Сөйтіп жүрген кезде осы компанияның өнімін көрдім де, маған Алла тағала осыны көрсетті деймін қазір. Тек осыны іше бастадым.
сөйтіп іше бастадым. Сосын жаңағы уақыт шектеулі болып тұрған соң енді ұзақ айтпай ақ қояйын деп жатырмын. Аллаға сансыз шүкір, қазір соның арқасында осы компанияның бірінші протокол 1-мен іштім. Денемдегі неден бүкілінен құтылдым. Сосын кейін 1 жыл болды. Давлениеден учетта болсам да больницаға барған жоқпын. Ең не айтатыным. Сосын күз айында біз медосмотрдан өткенде бүкіл анализдерімді өткізіп едім для себя деп. Сізде анализдеріңіз идеальный болып тұр ғой, сіз не ішіп жүрсіз деп дәрігер солай сұратты. Сондықтан мен осы таза табиғи өнімді енді осыны ғана ішем, мен аптеканың не қыламын, аптеканы ішіп деп сондай шешім қабылдап, өзім осы өнімдерді қабылдаймын қазір. Менде 2 айда осындай не болды да, белімді мазалап, қатты сол кіші дәретте сасық болып сондай болды. Сол кезде мен бүйрегімді бүкіл, еще протрузия болған менде, соның бәрін неткен екен. Мен протокол 1-ді бітірдім, сосын кейін тағы біреуін алдым, сөйтіп іштім. Арасында бітіп қалған кезде соны ішіп, қазір бәрі жақсы, но сонда да өзіме керектісін ішіп жүрем. Эларгининді мен үнемі қабылдап жүрем. Тоқтатпай қанша ай іштіңіз? Айтып жатырмын ғой, эларгининді әлі күнге дейін іше берем. Анау мен 4 ай іштім. А потом уже босадым. Рахмет, 4 ай. Менде асқазаным ауыратын, хронический гастрит болды, панкреатит, айтады ғой, бүткіл еттің бәрін жинап алғанбыз деп. Сосын бүйрегім ауырды, бүйрегімде құм болған. Аяқ қолым қақсайтын, ұйқым дұрыс емес болған, сондай нелерім болды. Осы өнімдерді ішіп, протокол 1-мен іштім. Менде Құдайға шүкір деймін, қазір асқазаным бұрыннан изжога болып, жаңа өтім толып сөйтіп аузын ашты дәм келетін ғой. Қазір жақсы. Нәтиже жақсы алдым. Қазір аяқ қолым қақсаған басылды, ұйқым дұрысталды, бетімдегі жаңағы әжімдерін кетіп, бетім тартылып, жаңа біздің өнімдерді ішкен кезде адамның бетінен білесіздер, сразу беттері жаңағы қара дақтары кетіп, беті тазарып, әжімдері сөйтіп кетіп не қылады. Содан кейін осы бір 6-7 ай ішкеннен кейін УЗИ-ға түстім. Мен сол кезде УЗИ-ға түсірген дәрігер айтады ғой, тәте, не іштіңіз, қандай керемет, жаңағы бүйрегіңізде құм да жоқ, жаңағы бауырыңыз да жақсы, өт жолыңыз да тап-таза деп күліп жатыр да. Мен айттым, осындай таза табиғи өнім ішіп жатырмын деп сөйтіп айттым. Мен өте таза табиғи өнім алып ішіңіздер, ешқандай да жаңағы денсаулыққа өте пайдалы. Клеточный питание деді ғой, сол клеткаларыңыз бәрін қалпына келтіреді. Рахмет. Мен де бірталай результат көрдім. Мен негізінде басқа неге ішкем? Мен бұл жерде ешқандай диагноз керегі жоқ екен де бұл өнімдерге. Мен бастап ішкенде простатитке ішкенмін. Ол мен бірінші нәтижені бүйректен көрдім. Бүйрегімде құм тас болатын, құм тас кетті. Онан кейін мен мына көзіме жақсы әсер берді. Мен көзім астигматик 4,5 болатын. Астигматик. Сол 1,5-2 айдың ішінде мен көзім 4,5-нан 2,25-ке ауысты. Жақсы результат көрдім. Мен бұл көз көрмейтін адамдарға өте жақсы нәтиже деп ойлаймын, иншалла. Алла разы болсын. Бұл жерге диагноз керек емес бұл өнімдерге ешқандай. Өз диагнозды өзі қойып ішіне адам қай жер қалай керек, соның бәрі өзі емдеп береді. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Ал енді денсаулығымыз бар, денсаулықты жөндеп алдық. Енді келесі ақша керек қой, Шын ғой, енді ақша керек қой. Ақша болмаса болмайды ғой. Әдемі киінгіміз келеді, керемет үйде тұрғымыз келеді, саяхаттағымыз келеді. Сол үшін біз осы компанияның мықты біздің кәсіпкеріміз деп айтсақ болады. Шолпан Қасымжанқызын ортаға шақырамыз. Шапалақ ұрмасаңыздар шықпайды ол кісі. Тұрып алам осы жерде майысып, шапалақ ұрмасаңыздар. Так, бүгін келген қонақтар негізі қош келдіңіздер. Сіздерді құттықтаймын. Сіздер бүгінгі күнгі уақытты өздеріңізге арнап тұрсыздар да. Бұл өте жақсы. Негізі бізге всегда ортасында орысша кетіп жатады. Өзі бар ғой, мен орысшаны онша білмеймін, бірақ модный болып орысша қосып кеткім келеді. Сонда кетіп қалса, мына өзінше болып тұрған екен дей саласыздар. Қараңыздар, негізінде өзі сыйлаған адамды басқа адамдар да сыйлай алады да. Ал біз қазір мына жерге келген адамдар өздеріңізді сыйлаған күндеріңіздің бірі болып тұр.
мына қазақта мынандай мақал бар, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық оңсаулық, үшінші байлық ақжаулық дейді. Мына Rich Factor компаниясы, мына компания денсаулық байлығын береді ме екен? Береді екен, осы жерге келіп алғанына өкініп қалған адам бар ма? Өкініп қалған адам жоқ, Өйткені бұл расында сіздің ағзаңызға берілетін тамақ. Ал енді бір жерге барып, қазір енді той томалақ деген көп қой. Енді ана ащы суды қазір көп адам пайдаланып жүрген жоқ. Бірақ ащы суды кезінде ішіп, сол ішкенде өкініп қалған адамдар бар ма? Рас қой, Міне қараңыздар, біз жарнамалап жатырмыз адам ағзасына керек нәрсені, алып ішсе өкінбейтін нәрсені. Денсаулық байлығы деген сол. Ал енді оңсаулық дегеніміз, бұрын деген ана байларды, атам қазақ деген 1000 жылқысы бар, 2 үйір жылқысы бар, түйесі бар деп сөйтіп, байлықты сол малмен есептеген, сол сияқты қазір мына оңсаулық деген адамның байлығы. Енді қараңыздар, сіздер ішкен кезде негізі Ұлжалғас ханым, 1 минутқа бола ма? Денсаулыққа бола келдіңіз, Денсаулыққа бола келдіңіз. Негізі бұл кісі маған кішкене жақын, қалай төмпештесем де жарасады да, сонан кейін шығарып алдым. Денсаулыққа бола келдіңіз. Сол кезде денсаулыққа бола келген кезде сізге жұмыс жасайсың деп айтқан кезде не ойладыңыз? Жұмыс жасауға болады деген кезде. Оны мен ойлаған жоқпын. Жұмыс жасайым, ақша табам деп ойлаған жоқсың, Ақша керек болған жоқ маған. Мен денсаулығым маған. Міне қараңыздар, денсаулығы маңызды болғаннан кейін келді де алып ішті. Енді ары қарай сізден адамдар сұраған кезде не істедіңіз? Мынау әдем болып кетіпсің ғой ана деген сияқты нәрселер. Түріңізден көрініп тұрды дейді, мен қасымдағы әріптестерім, не жағып жүрсіз бетіңізге дейді, ештеңе жағып жүрген жоқпын. Ой, айтыңызшы деп қойды. Мен осы өнімді ішіп жатырмын, таза табиғи өнімді, басқа ештеңе етіп жатқан жоқпын дедім. Стоп. Қазір қанша клиентіңіз бар? Аллаға шүкір санамадым. Санаған жоқ, масқара. Айнұр, қанша клиентіңіз бар, который постоянно алып отырған? 10, 10. Санамағаны, значит, саусақтан асып кеткен ғой. Енді бірақ сұрақ қоямын. Сол өнімдерді сатқан кезде, ар жағын айтпай қойық, осы өткен айда қанша табыс таптыңыз? Секрет емес. Тоже санамадым. Примерно. Өйткені менің миссиям қазіргі таңда. Тоқта, миссияны айтпай ақ. Соны айтайыншы, айтып деп тұр. Миссияны айтпай ақ. Ол миссиядан өтіп кеткенбіз. Біз тоқта. Бір адамды 168 000 теңгеге пакет алғызғанда қанша мың теңге алдыңыз? Менде мысалға 50 000-нан бастап 60 000-ға дейін солай алдым ғой. Өткен айда менде ана кісі алып жатыр, өйткені мына кісі алып жатыр да, мен олардың жаңағы ақша маған түсті екен деп ойлаған жоқпын. Жоқ, тоқташы, Құдай. Қазір мына жерде алтын берсем, алмайын дейсің аласың ғой. Оны алтын не ғой? Мен айтайын дегенім не ғой? Мысалы 150-ге алған кісілер бар, 200 000-ға, 250 000-ға алған кісілер бар да, сон біреуінен 60 000, біреуінен 50 000, біреуінен 45 000 сонда түсіп жатыр да. 155 000. 155 000 болды ары қарай. Санамаған адамға ақша қайдан келеді, жаным ау? Сол мен қателігім. Қараңыздар, 3 адамды айттық, орныңа барып отыра ғой. Ары қарай сен миссияңды айтып, мына кісілер шаршап жүретін сияқтысың. Қараңыздар, 3 адамды айтты, 3 адамнан 155 000 теңге. Қазір жаңа ішіп жатырмын деді ғой. Ішіп жатқан кезде өзінің ақшасын ішіп жатқан жоқ ол. Жаңағы 155 000-нан ішіп жатыр ғой. Қазір адамдарға былай деп айтады да, 4 айдан ары қарай ішесің дегенде, олар жаңағы 168 000-ға алған, или 288 000-ға алған есепте айтады. Миллионға ішіп жатырмын ба дейді. Миллионға алам ба деген қорқыныш кетеді да. Қараңыздар. Көздеріңіздің алдыңызда елге айтуға ұялып, қанша ақша табатынына айтуға ұялып отырған адамның өзі 155 000 теңге 3 адамын айттық. Ол жаңа санаған жоқпын деді, клиенттарын. Демек, бұл жерде ақша табу мүмкіндігі бар. Ақша табу мүмкіндігі, былай дейді, мен өзім де сонда қателік болған. Негізі мына мұғалім саласында істеген адамдарда жаңа ақша табу деген кезде қорқыныш пайда болады да.
жоқ мен ақшаға келген жоқпын деп. Мен өзім сетевой, бұл Rich Factor компаниясы сетевой бизнес, сол сетевой бизнесқа келген кезде маған жаңағы айтқан кезімде айтатын, маған ақшаның керек жоқ, мен елге көмектессем болды дейтінмін да. Санамызға қойып тастаған ғой, санамызға қойып тастаған. Енді сенде ақша жоқ, сен автобусқа төлей аласың ба? Сенде ақша жоқ, сен магазинге барып, маған тамақ берші десең береді ме? Столовыйға барыңыз обедке, ақшаңыз жоқ, мен қарным ашты десе береді ме? Бермейді. Демек, ақша ол маңызды емес, но адамның өмір сүруіне керекті бір құрал да. Енді сол құралды табуға бізде өте жақсы мүмкіндік бар. Өте жақсы мүмкіндік бар. Ол не деген сөз? Қазір мен сіздерге барлығын бүйтіп айтпаймын. Оны деген өз уақыт келген кезде, мына қызым мектепте оқисың ба? Санау жазуды білесің ғой? Мектепке барғанды үйретті. Сен садиктесің ғой? Санау жазуды білмейсің ғой? Санау жазуды 3 жасар, 4 жасар бала білмейді, оған керек емес, ол мектепке барғанды үйреніп алады. Сол сияқты маркетинг план сіздерге қазір 7-ші линия, 8-ші линия, мынандай деген нәрсе қазір сіздердің миларыңызға керек емес. Мынандай нәрсе керек та сіздерге. Сіздер міне бірінші доход, реферальный бонус деген. Мен осыны 2-ақ бонусты айтайын, реф бонус. Өзімен почеркім әдемі, бірақ та сіздер көз түймесін деп жаман жазам. Реф бонус 25% от суммы. Компанияларда, сетевой компанияларда, жаңағы неден? PV-ден 25%, PV-дан 30% деген болуы мүмкін, 30% деген жоқ, 17%, 25%. Ал біздікі суммада 25%. Онда деген сөз. Сіз мысалы 100 мың теңгеге бір адамға өнім саттыңыз ба? 100 мың теңгеге, соның 25 мың теңгесін сізге қайтарып береді. Мына адамды, мына компанияның клиенті еткеніңіз үшін. Неге біз қазір деген әртістерді жалдап, или тағы біреулерді жалдап реклама жасатып жатқан жоқпыз? Өйткені мынадағы 25%-ті біз осы біздің компанияға жаны ашып, өзінің жақсылығымен бөлісіп жүрген адамға беріп жатырмыз. Енді осындай 4-ақ адам жазыңыз, сіздің мына жердегі алған 100 мың теңгеңіз қайтып келе ме? Қайтып келеді. Бұл реферальный бонус, саттың, таптың деген сияқты. Енді қараңыз, бір адамды әкелдіңіз, сізден реф бонус түсті. 25%. Енді осы сумманың өзінен бірінші реф бонусыңыз түсті. Бірінші реф бонусыңыз түсті, екінші осы суммадан структурный түседі. Структурный түседі. Енді структурный деген сіздің деңгейіңізге байланысты. Мысалы, мен бұрын мектепте істеген кезде, жаңадан келген кезде категориям жоқ болған. 5 жылдан кейін категория берді. Одан кейін выше категорияға жеттім. Выше категорияға жеткен кезде менің зарплатам, мысалы, келген қызбенен, менің жаңадан келген, мұғалім болып келген адамменен, менің зарплатамда көк пен жердей разница болды. Өйткені мен сол жерде жұмыс жасап, өзімді дәлелдегенім үшін менің категориям көтерілді. Сол сияқты, мына структурный, сіз осы компанияда істеп алған, шақырған адамдарыңыздың санына байланысты квалификацияңыз көтеріледі. Сол квалификацияңыз көтерілген сайын сізге структурный көтеріледі. Структурный ең жоғарғы 7%. 7%-қа сіз жетесіз, алдыменен жоқ деген кезде 3 адамды тіркеген кезіңізде. 3 адам мен 5 адамның көлемдегін тіркеген кезіңізде, 7%. Бітті, одан арғай сізге всю жизнь осы 7% бола береді. Бірақ партнер деген бар, клиент деген бар. Партнер деген, мыналарды істеді, пожалуйста, алда жүрі бер ақшаңды деген сөз. Партнердің өзінің міндеттемелері бар, өзінің компанияның алдында. Ол не деген сөз? Ол осы жердегі сабақтарға қатысам, ай сайын активность жасайым деген сөз.
Енді ары қарай активностьтен миллион табуға болады. Оны сізді шақырған адам жақсылап тәлпіштеп түсіндіріп береді. Мен сіздерге осы екеуін 9 вид доходы бар. Бірақ мен сізге осы екеуін ғана айтып отырмын. Енді мынандай қараңыз. Кейбір адамдар сетевой дегеннен қорқады. Өйткені адам шақырғым келмейді дейді да. Жауыздар, күйіп қалған адамдар болады. Ана сетқа кіріп, мына сетқа кіріп, анауын ғана айтып, мынаған айтып, ауыз күйіп қалған адамдар болады да. Аузы күйген суды үрлеп ішеді деген сөз бар ғой. Сол сияқты нетпейді жаңағы. Шақырмаймын. Маған адам, пожалуйста. Компанияда партнер болам десеңіз, шақырмай-ақ ақша табуыңызға болады. Адам шақырмай-ақ қойыңыз. Команда құрмай-ақ қойыңыз. Так, мен қазір сіздерге Айжа ханым 1 минутқа бола ма? Өзіңіз шыға. Айжа ханымның командасы, осы жерде Айжа ханымның командасы, тұрыңыздаршы орындарыңыздан. Айжа ханымның командасы. Я, 2 адам тұрыңыз. Міне 3 адам тұр, міне 4 адам тұр, жаңа ана жаққа 1 адам кетіп қалды. 5 адам, е? Жақсы, рахмет, отыра беріңіз. Иә, болды. Айжа ханымның артындағы 5 адам. Мына жерде өз 20 адам отырмыз. Соның 5 адамы Айжа ханымның 1-ші линиясы, 2-ші линиясы, 3-ші линиясы, 4-ші линиясы, 5-ші линиясы. 9-ші линияға дейін, өтірік айтып жатырмын деймін, 8-ші линияға дейін, қазақпын қосып айтам. 8-ші линияға дейін мына 7% түседі да. Енді қараңыздар, егер де жоқ құрып кетсін, маған керек жоқ, мен деген адам шақырмайын десеңіз, пожалуйста шақырмай-ақ қойыңыз. Бірақ кейбір адамдар міне сатуменен өстейді енді мына. Кет ары қарай. Жоқ, удалить деген бар ғой, мен мына былай қарай жіберейін деп едім ғой. Жарайды, қойшы, жарайды. Осы жерде жаңадан екенін білдіріп қойдық. Қараңыздар, адам шақырмай-ақ сатта ақшаңды ал. Реферальный бонус, міне мынаны ғана алда отыра бер. Адам шақырма, команда құрма. Өйткені сен команда құрғың келмейді. Елдің алдында қара бет болғың келмейді. Өйткені олар айтады да, қойшы, осы сенің айтпайтының жоқ, тағы неге кіріп кеттің дейді ғой. Оны естігенбіз жаным. Сондықтан бар ғой аға, ондай бет болмай, әйбат бет болып жүре бер, бірақ сенен сұраған адамға затты сатып ала бер. 16.000 теңге жаңағы Элергинен тұра ма? 16.000 теңге тұрады. Сіз осыны 12.000 теңгеге аласыз. 4.000 теңгесін, мынаның 4.000 теңгесін сізге береді. Осындайдан давление жоқ, баса ауырмайтын адам жоқ қазір. 16.000 теңге десеңіз алып, пожалуйста, 10-ын саттыңыз ба, 40.000 теңге таптыңыз. 100-ын саттыңыз ба, 400.000 теңге таптыңыз. Сат, ақшаңды алда жүре бер. Сөйтіп жүрген кезде, ана Олжалғас сияқты айтасыз. Неге мен Шолпан сияқты айына ақша алмасқа дейді да? Шолпан жасап жатқан жұмысын жасамайды. Сөнген барады, жоқ, мен сабаққа қатысайын. Жоқ, мен мынаны үйренейін. Мен де елдерге түсіндіріп айтып, миссиямды түсінейін дейді да, келеді да сабаққа қатысады. Оған біз бесплатный сабақтар береміз. Келеді да осы жерде команда құра бастайды. Содан кейін барады да жаңағы структура кете береді. 1-ші линиясына 25 адам келді дейік. 1-ші линиясына. Сол 25 адамнан ол базовый пакетті ғана алды дейік, 168.000 теңге. 168.000 теңгеден алды дейік. Енді осы 168.000-нан 25% 42.000 теңге болады. 42.000 теңге болады. Енді қараңыз, осы 42.000 теңгені 25-ке көбейтіңіздерші. Реферальный бонус. Просто бір адамға пакет, жаңа базовый пакет сатың. Миллионнан асу керек.
тоқташы өздерің санамаңдаршы. Так, 1 миллион. Болды. 50 мың теңге жолдарыңызға кетті. Или бізге торт әкелдіңіздер. 50 мыңға торт әкелсе бітті ғой, өлесің ғой десе де. Жирова гепатоз ба. Қараңыздар, миллион теңге сіз 25 адам шақырғаныңызға компания беріп отыр да. Ал енді шаштаразда жұмыс жасайтын подружкаң бар. Сол подружкаңа сен всегда айтасың да, тойға барғанда әдемі укладка жасап берді. Мен укладкам әдемі. Сондай укладка қай жерде жасадың десе айтасыздар. Ой, ана гумның қасында Балжан деген менің мастерім бар дейсіздер. Содан мен де барайыншы дейді, Балжанға барады. А Балжан сізге миллион теңге бермейді, 25 адамды жібергеніңіз үшін. Скидка да бермейді. Мына тіп-тиктей шашымды бояп бергеніне 12 мың теңге алады. Енді, правда, қасымды бәрін жөндеп береді. Сондықтан барға қараңыз. Міне, просто реферальный бонуспен ғана 25 адамға көмектесем деп миллион алдыңыз. Керемет маркетинг емес па? Енді қараңыздар. Бұл деген, бұл ма? Бұл ма? Бұл жерде тағыда масқара болып кеткен. Қызыл емес. Ана, просто бар ғой, қараңыздар, мен бар ғой, сетевой бизнесқа келген кезде, негізі мен өзі мұғалім болғам, тәп-тәуір мұғалім болғам, көрдіңдер? Тәп-тәуір мұғалім болғам. Сол кезде бизнесқа кетіп қалдым ғой. Қызық болды. Бизнесқа кеткенде мен 3 ұйықтасам түсімде болған емес. Бизнесқа кетіп қалатыным. Сонда жаңағы шет мемлекетке бардық, Пекинға бардық. Ұстазым Бутауль Алтаевна деген профессор, мықты ұстаз, бүкіл Қазақстан танитын. Сол кісі, мен жұмыс бабыменен Пекинға бардым. Сол кезде маған түрткі болған нәрсені айтын келіп тұр да. Жаным, қыздарым, түш отырыңдаршы, әйтпесе ана кабинетке кіріп сурет салыңдаршы. Сонда жаңағы Пекинға барған кезімізде қыдырып жүрміз. Енді бір жағынан намысқа тиетін нәрсе, бір жағынан намысты оятатын нәрсе да. Короче, бір паркке барған кезде 70-тен асқан, 71-демін деме сондайдамын деді. Бір апа ләңгі теуіп жатыр да. Біздің ұлттық ойын ғой ләңгі деген, бала кезімізде тептік. Ана 70-тен асқан кемпір апа ләңгі теуіп тұр да, секіріп тұрып, еще айналып тұрады ғой, айналып қояды ғой. Менің ВКонтакте немде бар, если что, видеосы. Содан кейін барып, менде мынандай болды да, менің 70-тен, менің қазақ апам 70-тен асқан. Не істеп отыр? Мына кісі не істеп отыр? Менің қазақ апам екі тізесін уқалап, балалары крем әперсе әперді, әпермесе анаяқтан пучевка күтіп отыр. Кәртегенде көргенім ай деп. Ол бір, мен ойланатын нәрсе болды да, мен қазір өмірімді өзгертуім керек екен деп. Ол кезде мен кәдімгі тәп-тәуір ұстазбын, ғылыми завучпын. Сол күзінде мен деген директор болайын деп отырғам. Документін бәрін өткізіп қойып. Содан кейін барып, анау маған түрткі болды. Одан кейін екінші түрткі болған нәрсе, сол Пекинда бір неге спектакльге бардық. Дәл сол уақытта ең қымбат барған спектаклім болды. $100. Сонда жаңа спектакльде қараңыз. Европадан бір кемпір менен апа мен ата Европадан Пекинға ұшып келген спектакльді көруге. Спектакль көріп болғаннан кейін дейді, китайский ресторанға барып дейді, тамағымыз ішемізде қайта ұшып кетеміз дейді. Талғардан әуезов театрына келіп, қағанатқа барып тамақ ішіп қайта кететін сияқты. Сөйтіп отыр да, қараңыздар, пенсияға шыққан кезде адамның өмірі басталады деген сондай да. Сол мен ойладым да, жоқ, мен өмірімді өзгертуім керек екен. Мен сол жерде отыра берсем директор болып,
мен не көремін, не табамын. Пенсияға дейін нервтан нерв қалмайды. Ол бір. Директор болдың ба, қазан ұстаған қасық жалайды дейді, біреу взятка береді, оны сен алуың керек. Өйткені сен аяқта беретін адамдарың бар. Аласың, жек көрішті боласың, ененің үстінде отырасың. Сөйтіп мен пенсияға шыққанша, ары кеткенше бір $1000 табармын. 2000 табуым мүмкін, бірақ ол маған не береді? Қазір мен күш қуатым бар кезде өмірімді өзгертуім керек екен дедім да, бизнес ашып кеттім. Ол бір бизнес кетті, бір бизнес кетті. Енді қараңыздар. Мына бизнес, мына сетевой бизнес бар ғой, ешқандай жауапкершілігіңізді қажет етпейтін бизнес қой. Неге жауапкершілігін қажет етпейді? Мен мына светке төлемеймін. Мен мына жерге арендаға төлемеймін. Мен жаңа маркетинг планға, анаға, мынаған төлемеймін. Мен жаңағы сіздерге бәріне түсіндіріп айтқан продукцияның жаңа нелеріне, производительдеріне төлемеймін. Оны әкеп берген адамға төлемеймін. Тек қана келген адамға түсіндіріп айтам. Оның құлағы, көзі, жүрегі ашық болса, оны қабылдайды. Сол адамға сатылуына көмектескенім үшін, пожалуйста, міне 5%, 5%, 6%, 7%, 7% алып отырам. Ешкімге еш нәрсе сатпай-ақ, просто жаңа команда құрмасам да. Ал енді команда құрдым ба, 7-ші линияға дейін маған деген мені бере береді ғой. Компания өзі есептеп береді. Сондықтан бұл неге сетевой бизнес түсінген адам дәстүрлі бизнесін жауып кетеді. Жауып кеткен адамдар бар бізде. Зенеш ханым, келіңізші. Магазині болған. Айна қанша доходыңыз болды магазиніңізден? Миллион. Миллион қалтаңызға ай сайын түсіп отырды ма? Вообще түскен жоқ тіпті. Миллион келеді, бірақ қайда жүрді ол миллион? Түгел опять товарға саласың. Оборотқа жіберіп отырды. Девальвация, за девальвация, и түгел ақша аласың, түгел соған салынады. 20 жылда вообще, оказывается, қайда шықпаптым, қайда бармапты, сол жерде, оказывается, жила, и өмірім нема кетіпті менің. Сетевой бизнесқа, осы Жұмабек Рамазановичпен бизнесқа келгеніңізде қанша жыл болды? 2,5 жыл. 2,5 жыл. Қанша рет шетелге бардыңыз? 5 рет шетелге, дальнее зарубежье. Қанша ақша құрттыңыз? Мен ақша салған жоқпын, вообще, за счет компании бесплатно все. Міне! Самолетта доезжаешь, все. Болды, отыра беріңіз. Міне, егер де сетевой бизнестің өзінің бір талаптарын орындасаң, ақшаң да аласың. Шетеліңе де шығасың. Арманың да орындалады. Мен мысалы, жалпы бұрын осы сетевой бизнесқа келгенге дейін де шетелге шығып жүретім, бірақ ол кезде өз қалтамнан төлейтімін да. Қазір 5-6 мемлекетке бардық, бір тиын төлеген жоқпын. Бірақ енді аяқтан бір сатып алғың келсе деген, біреуге бір жақсаттан зат алып келгің келсе өзіңе ақшаң төлейсің енді. Но за путешествие, самолет, трехразовое питание, соның барлығы тегін болады да, оның барлығы сетевой бизнес береді. Одан кейін барып, мен сетевой бизнесқа келдім, 2 адамды шақырдым, ақшаның алдында қалдым деген сөз өтірік. Ол сөзге сенбеңіздер. Егер сізді біреу сетевойға шақырып, қақсапзарына осы мен сияқты, келді 5 адам шақыр, ақшаның астына қаласың десе, сразу бұрылыңыз да қашыңыз. Өйткені ойытып ақшаның астына қала алмайсыз, егер де сіз астыңыздағы адамды ақша табуға үйретпесеңіз. Енді осы жерде рекламный пауза. 4 май мен 9 майдың арасында бізде Start and Go деген сабақ өтеді. Осы жерде терлеп тепшіп, міне осы қазіргідей Ажа ханым екеуміз 6 күндік Start and Go өткіземіз. Соған келем десеңіздер, қатыссаңыздар болады. Сіздерді шақырған адамға айтыңыздар. Мен Шолпа ханым айтқан жаңа Start and Go'ға қатысқым келеді, сол сияқты қақсапзарындағым келеді десеңіздер, келіп қатысыңыздар. Аз-ақ ақша сұраймыз. 15-ақ мың. Возможно, одан ол ақшаларыңыз сіздердің өздеріңізге қайтып келеді. Неге? Өйткені 5 күн осы жерде сабақ өтеміз, 6-шы күні тауға барамыз, 9 майда тауға барамыз. Кәдімгі қазақ үйде өз жерде енді мощный тренинг болады. Ондай мощный тренингті біз өзіміз миллиондап ақша төліп алып оқығанбыз да, соны сіздерге почти тегінге береміз.
бір 150 мың теңге төлесеңіздер болды. Ондай емес. Так, сондықтан бар ғой аха, міне. Сол стартинговға қатысам дейтіндер қол көтеріңіздерші, қатысамын мен, міне дейтіндер. Алдындағылардың барлығы не өзі, торымыз ба? Енді қызық болсын. Енді қызық болсын. Міне қатысам дейтіндеріңіз көтердіңіздер, е? Мен өзімменен командамнан тағы да бір адамды алып келем дейтіндер тұрыңыздаршы. Так, 4-5 адам. Сен командаға атып келесің ба? Онда қарада мына 5 адам бар ғой. Осы Rich Factor'да болатын алғашқы триллионерлер. Өйткені олар басқаларға жақсылық жасағысы келіп тұр. Біз бұл жерде сетевой бизнеста, біз мына Rich Factor'да біз сіздерге мына өнімді сатпаймыз. Біз негізі сіздер өмір салттарыңызды өзгертуге болашақ сатамыз. Сіз бүгін продукция алдыңыз, е? Алмаңыз, бер қараңызшы. Мына өнімді сізге қалай сатты? Осыны ішсең, ауырасың деді ма? Жоқ, жазыласың деді. Қашан жазыласың деді? Кеше ма, ертең ба? Жоқ, 6 ай ішесің. Міне, болашақта атыңыз кім? Әсем. Әсемге біз болашақты бердік. Аурусыз болашақты бердік. Өткен шағын емес. Енді бизнес жасағыңыз келе ма? Енді кішкене, результат көріп алайын деп бүгін бірінші рет келіп тұр. Ана балашсыздық ма? Қызыма. Ана балашсыздық, е? Бері қарап тұрыңыз. Қорқпаңыз, мен жемеймін. Мен адам жейтін қасиетім жоқ. Мен сізге айтайын. По секрету. Сіз тұрмысқа шыққан кезде бала тусам барақ жағам дедіңіз ба? Тұрмысқа шыққан кезде мен саған бала тусам ғана шығам деген жоқсыз ғой? Тұрмысқа шықтыңыз, міне айдай сұлуларды берді. Шүкір Алла. Енді қараңыздар, бизнес жасайым десеңіздер, мен нәтиже алғаннан кейін жасайым дегендеріңіз жаңағымен бір дейді. Ал мен бала туып алайын, соны саған тием дегенмен бір дейді. Енді ары қарай өзіңіз білесіз, менің де командам емес, сіз өзіңіз білесіз. Сондықтан қараңыздар, егер адамдарға жақсылық жасағыңыз келсе, мен алдымен өзім көрейін десеңіздер, жадмайсыздар. Ана кейбір түк көрмегендер бір нәрсесін тығып жеп жүреді ғой, сондай сияқты қаласыздар. Сондықтан мүмкіндігінше айғайлап айтыңыздар. Біз қазақ халқы, айғайлап жүріп, жарысап жүріп, той жасайтын адамбыз. Жарысап жүріп, денсаулық сыйлайтын адамбыз. Сондықтан, егер де қаласаңыздар, осы менен естіген нәрсені жоқ дегенде 5 адамға айтыңызшы, сол 5 адамның өмірін өзгертуге көмектесесіз. Мына өнімді іштіңіз ба? Жоқ дегенге 5 адамға мақтаңызшы. Мен қазір сіздің қызыңызды ұрып жіберсем, немесе жамандасам, сіз жаныңыз шығып кетеді ғой. Сол сияқты да мына Rich Factor'дың өнімі жаман десе біз жыртыламыз. Өйткені оның жақсысын көргенбіз. Rich Factor'да ақша таппайсың десе жыртыламыз. Өйткені чек номер 2 болған адаммын мен. Бір жыл бойы ана астындағы көлігімнің нөмерін ала алмай, 2.300.000 теңгені таба алмай, бір жыл 4 ай жаяу жүрген адаммын. Осы компаниядан ақшам тауып, нөмерін алып, қазір деген пип-пип деп өтіп кетем қасынан. Өтірік жоқ, расымды айтып тұрмын. Міне, 2 жыл бойы 1.800.000 теңге таппай, тісімді сала алмай жүрген адаммын. Тұрыңызшы. Стоматологияда істейді. Қазір барып жүрмін ба? Тісімді сағызды ма? Соның бәрін маған кім берді? Rich Factor компаниясының сетевой маркетингісі берді. Сондықтан мен соны неге айғайлап, терлеп айтып жатырмын. Просто кез келген адам сетевойдан, ыстық судан шошынған адам сияқты шошынбай іздену керек, қарау керек. Үйде жатқан адамға келмейді еш нәрсе. Қарның ашса хотя магазинге барып тамақ аласың ғой. Сол сияқты мен сетевойға келдіңіздер ма? Үйреніңіздер, көріңіздер. Тегін берілетін сабақтарға қатысыңыздар. Сіздермен бірге болған Шолпан Қасымжан. Рахмет.
ойлаймын. Түсінікті болды деп ойлаймын. Если сұрақтарыңыз болса,